Сәлем қыздар, бүгін сіздермен воздушный сметанник рецептімен бөлісемін. Осындай заттар керек болады. Астына қанша мөлшерде керек, бәрінің аттарын жазатын боламын. Ең бірінші майменен ұнды крошка жасап араластырып аламыз. Осындай теркадан өткізіп аламыз, немесе жұмсақ болса кәдімгідей де араластыруға болады. Қолмен жақсылап біріктіріп осындай крошка жасап аламыз. Содан кейін сұйық ингредиенттеріміз. Мына жерде жұмыртқаның сарысы, 2 сарысы, су және қант. Соны араластырып қамырға саламыз. Осындай бізде қамыр шығады, жұмсақ, бір дегеннен шығатын, қолға жабыспайтын. Жақсылап илейміз да, одан кейін оны формаға орналастырамыз. Бірінші осылай жайып алсаңыздар да болады. Осылай бортиктарын шығарып, формаға орналастырамыз, вилкамен тесіп, морозильник немесе холодильникке салып қоямыз. Оған дейін біз не жасаймыз? Начинкасын жасаймыз. Жұмыртқаның ағынан осылай жақсылап қантпен бірге араластырамыз. Содан кейін сгущенка, сметана и ұнды араластырып, сосын жаңағы жұмыртқаның ағымен екеуін біріктіреміз. Жақсылап езіп алмай араластырып, сосын бетіне осылай құятын боламыз. Осындай әдемі воздушный болып шығады. 30-35 минутта пісетін болады 200 градуста.